Дүниетану пәні. Бөлім қоршаған орта. Сабақтың тақырыбы: адам өміріне ауа райының әсері, қауіпті табиғат құбылыстары. Мақсаты: ауа райын адам өмірі мен шаруашылыққа тигізер әсері жайлы білемін. Табиғаттың қолайсыз және қауіпті құбылыстарын жіктей аламын. Күтілетін нәтиже: ауа райының адам өмірі мен шаруашылыққа тигізер әсері туралы тыңдаймын, оқимын. Табиғаттың қолайсыз және қауіпті құбылыстарын жіктеп жазамын. Балалар, жаңа тақырыпты бастамас бұрын сұрақ қояйын сіздерге. Сұрақ: теледидардан немесе радиодан ауа райын хабарлайтын бағдарламаларды тыңдап көрдің бе? Ондай бағдарламалар не үшін қажет деп ойлайсың? Сұрақтарға жауап берсек, дүниетану оқулығының 79-80 беттердегі немесе төмендегі парақшаны түсініп оқимыз. 28-ші сабақ: адам өміріне ауа райының әсері. Біз мұнда адам өміріне ауа райының қалай әсер ететінін білеміз. Ал балалар, бейнебаянды үзіліске қойып оқимыз. Бейнебаянды үзіліске қойып оқимыз. Жоғарғы парақшада халықтық ырымдар туралы айтылып кетті. Енді сұрақ: ауа райына қатысты тағы қандай халықтық ырымдар білесің? Әртүрлі ақпарат көздерінен іздестір. Интернет желісі, қосымша әдебиеттер. Ол жайлы сыныптастарыңмен ой бөліс. Сендер ауа райын адамға белгілі бір мөлшерде әсер ететінін байқадыңдар. Ал ауа райы адамның шаруашылық әрекетіне қалай әсер етеді? Суретті пайдаланып қорытынды жаса. Үзіліске қойып оқимыз. Бейнебаянды үзіліске қойып, сұрақтарға жауап берейік. Сенің аймағыңдағы ауа райын жайлы деп айтуға бола ма? Яғни, біз тұрып жатқан қала Алматы. Алматының ауа райы жайлы ма? Оны несімен жайлы деп атадың? Суреттерге қарап, балалардың не себепті әртүрлі киінгенін бақыла. Сыныптастарыңмен ой бөліс. Ендігі кестеде. Кестеге мұқият қараймыз. Не туралы жазатынымызды анықтаймыз. Яғни, не туралы жазатынымыз? Қауіпті табиғат құбылыстары. Енді жан-жанағында тұрған ұяшықтарды толтырамыз. Адамға қауіп тудыратын табиғат құбылыстарын жазамыз. Халық болжамдары. Үзіліске қойып, оқып, есте сақтап аламыз. Бейнебаянды дайындаған бастауыш сынып мұғалімі Нұргүл Сенбек. Сау болыңдар балалар. Келесі сабақта кездескенше.